Енді кетті ғой деймін. Кетті ме? Прямой эфирдесіз. Ассаламалейкум, қазақ елі, ағайындар. Біз енді мен өзім таныстырып кетейін. Аты жөнім Байгөлім Марат. Шығыстан Ақтауға Жамбыл Көбейсіновтің бауырымның сотына келгеміз. Семьясымен бірге сотталып жатыр. Операционный сот деді. Міне бала шағадары. Содан кешегі күні сотын ұзартып тастады. 5-не дейін деп. Сол 5-не дейін акиматқа барып, семьясының жағдайын білейік, не беріп жатыр, акимат немене бөліп жатыр, болысып жатыр ма, жоқ па. Бала шағадары міне 5-6 баласы отыр, түгел ауырып қалған, ем дәрі керек, тамақ керек, соның бәрін сұрап барғанбыз, енді көмектесеміз деді. Енді кеше барғанбыз, енді көмектесеміз, бір бүгін сол үйіне көмектесті ме, жоқ па деп келіп отырмыз. Белсенділер өз кеп біліп отыр. Қазір енді Болатқа сөз берейін. Болат өз неңді айтып бер. Жамбыл бауырымыздың. Жамбыл бауырым, ассаламалейкум, құрметті қазақстандықтар. Жамбыл бауырымызды енді көпшілігіңіз білесіздер. YouTube желісінен, Facebook желісінен осы көбінесе көпбалалы аналар, және жағдайы төмен аналар деген сияқты солардың мәселелерін көтеріп, үкіметке шағымданып, солардың мұң-зарын жеткізіп жүрген азамат болатын. Өткен жылдың декабрь айында 130-131 бап бойынша әкімшілік жазаға тартылған болатын. Орысша айтқанда клевета и оскорбление дейді. Намысына тиюсін, жалған сөйлеу деген немен 6 ай мерзімге бас бостандығынан айырылды. Енді кеше 29 күні апелляциялық соты болды. Оны бір жұмаға кейін қалдырды. Оның алдында ол жігіт 13-ші желтоқсанда қамалған түрмеге. 15 күн ішінде карантині аяқталу керек еді, бірақ ол январдың 20-ларына дейін жатты. 27-сіне дейін жатты. Жоғарыға 40 күннен кейін көтерілді. Онда да барып белсенділердің осы талап етуімен, семьясының әйелінің жолдасының барып талап етуімен сондай біздің билік әрекетке көшіп жоғары шығарып карантиннен. Ол жігіттің жағдай денсаулығы сыр берген. Анық қанығына қазір жетіп жатқан жоқпыз, бірақ дәрі-дәрмек алдырып жатыр деп естіп жатырмыз. Соны Жамбыл бауырымызды қолдап алыстан келіп жатқан Марат ағамызға, Мүслім бауырларымызға көп рахмет. Көше партиясының жігіттері осы әр қазақтың ең жалғызым деген сөзді іс жүзінде дәлелдеп жүрген азаматтар. Алла разы болсын бұл жігіттерден. Енді міне сосын күні кеше осы семьясының, жанұясының жағдайын айтып, балдарының мына шеттей балдарының ауырып жатқанын айтып, біздің жергілікті билік қандай көмек көрсетіп жатыр екен осы отбасына, көп балалы семьяға, жанұяға деп барып білгенбіз. Олар Мұнайлы ауданының әкімшілігіне айтамыз, тапсырма береміз деген, енді одан бері ешкім келмеген, хабар алмаған. Соны өз көзімізбен көруге келдік, міне шаңырағында отырмыз. Белсенді азаматтар болып. Біз енді осындай бала шағасы осындай жағдайда отқанда, ол жігіттің әлі де болса ертең 4 ай түрмеде отыруы бұл семьяға оңай болмайды. Сондықтан биліктен бас жарып, көз шығарып ештеңесі жоқ. Биліктен ол азаматты босатуды талап етеміз. Отбасына келсін, отбасына асырасын. Жағдай қиын. Оның үстіне жолдасының да үстіне іс қозғап қойған. Оның да келіншегінде соты болғалы жатыр. Сондай жағдай. Уалейкум ассалам. Сондықтан мына Маңғыстау халқынан, жалпы Қазақстан халқынан сол азаматты бостандыққа шығуын талап етіп, қолдауларыңызды сұраймыз. Досы болып жау алмас деген. Қолдайық ағайындар. Мынандай шырылдаған бұл кішкентай балапандарды өмірдің ашық тәлкегіне тастамайық.
Сол, мен семьясына берейін бе? семьясын. Жақындап қарап отырсың. Қане өзіңіз семьясы. Мына берейік. Көмек кеше бардық қой енді ақ үйге. Көмек сұрап барғанбыз бала шағасына, енді көмек келді ме, жоқ па? Не беріп жатыр? Өзінен сұрап көрейік. Не дейсіз? Ешқандай көмек келген жоқ, ешқайда. Ешерден ешкім келген жоқ, әкімшіліктен де ешкім келген жоқ. Қоңырау шалған жоқ па? Жоқ, қоңырауда шалған жоқ. Бүгін тек қана мектептен балдардың апайлары келіп хабар алып кетті, балдардың ауырып жатқан жағдайын. Шынымен отчет тапсырады екен директорге, соған бала. Басқа ешкім келген жоқ үйге. Ем-дәрі ештеңе? Жоқ, ешкім. Ешкім келмеді ешқайдан. Сол енді көмекті қайдан болып жатыр? Енді бір айдан асып кетті осы жерінде отырғалы. 2 айдың жүзі болды. Өстіп асыраушысыз қалдыңыздар. Көмек болғанда ешқайдан көмек болған жоқ. Мешіттен көмек берді. Сосын халықтар Каспийковқа ақша салды. Сөйтіп көмектесіп отыр болған. Халық көмектесіп отыр. Халықтың арқасында. Үкіметтен келіп отырған, иә. Тек балаға беріліп жатқан 10.500 теңге, 6 балаға 63 мың. Соны алып отыр. Ол ем-дәріге де Жамбылға да тамақ апаратын керек. Тамақ алып барамыз. Одан ауырды деп 3-4 рет дәрі алдырды. Ішке дәрілерін апарып бердім. Одан балдары ветеринарка менен Алтауда ауырып отыр қазіргі жағдайда. Сол енді қазақ халқы, енді семьясы да міне осындай жағдайда отыр. Халқы қазақ елінен Қазақстан қосқош ағайындар, енді жаңа көздеріңізбен көрдіңіздер. Енді Жамбылдың семьясының жағдайын көріп отырсыздар. Енді Жамбылдың отбасының жағдайы осындай жағдайда. Енді қалайда Жамбыл бауырымызды қолдап, сотталып кеткеннің өзінде бір ай одан артық отырып қалды. Енді соны қолдауға шақырамыз. Алыстан жақындан қазақтар, қазақ елі келіп қолдау білдіріңіздер. Енді өкіметтен де, ақ үйден де ешқайдан көмек кеп тұрған жоқ. Өзі аман-есен шығып, отбасына оралуын тілейміз. Келіңіздер, көмектесіңіздер, қолдаңыздар. Сол басқа айтатын. Бостандық, бәріміз тілейтіміз бостандық. Енді 5 күні соттан қалмаңыздар, келіңіздер, қолдаңыздар. Рахмет.